Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Осы қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға алғысым шексіз, барлықтарыңызға Алла разы болсын. 27 есе сауабы көп намазды білесіз бе? Әдетте адам жаны жеңілдіктер мен сыйлық алуға құмар келеді ғой, саудада да солай. Қашан кезекті акция болады екен деп күтіп, қалаған затымызды арзан бағаға алғымыз келіп жатады. Құныққандық болмаса да, осынау құмарлықты құлының бойына бітірген Алла оны осы қасиеті арқылы құлшындыратыны сөзсіз. Десе де, дүниеге емес, әрине, қайырлы амалдар мен құлшылыққа. Расымен де Алла тағала кей адамдардың сауабын еселеп беретіндігін айтып, біздерді де сол арқылы салиқалы істерге құлшындандырады. Сондай-ақ сыйы мол амалдардың бірі бұл жамағатпен бірге оқылған намаз. Бұған дәлел сахаба Абдулла ибн Умардан жеткен хадис. Онда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям үмметін былай деп сүйіншілейді: жамағатпен оқылған намаздың сауабы жалғыз оқылған намаздың сауабынан 27 есе көп. Яғни, сіздің жеке оқыған 27 намазыңыздың сауабы жамағатпен оқылған бір намаздыкіне пара-пар. Егер күнделікті 5 уақыт намаздың барлығын мешітте жамағатпен бір сапта тұрып өтесеңіз, 135 есе, ал бір аптаның ішінде 945 есе көп сауап жинайсыз. Ақыреттік жол дорбаңызға бар болғаны бір айдың ішінде 4050 есе, бір жылда 49275 есеге көп сауап жүктеліп, арғы дүниеде бұл сізге таразыда ауыр тартар азық болады. Ендеше, есті адам мұндай сауаптан қол үзіп қалмауы тиіс емес пе? Бір күні Алла елшісіне, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, бір зағип адам келіп: «Уа Алланың елшісі, жанымда мені мешітке алып баратын адамым жоқ. Мешітке бармай-ақ намазымды үйімде оқуыма болады ма?» деп рұқсат сұрайды. Алла елшісі оған рұқсат береді. Сол оқиғадан кейін біраз уақыт өткенде Алла елшісі оған, Алланың игілігімен сәлемі болсын, оған бір адамды тағайындап, оны тағы өзіне шақырып алады. Сөйтіп оған: «Намазға шақырған дауысты естимісің?» дейді. Ол «Я» деп жауап берді. Сонда Алла елшісі: «Онда оған жауап бер» деген екен. Байқасаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям көзі соқыр адамның өзін жамағат намазына ынталандырып, оның сансыз сауабы мен игілігінен мақұрым қалмауын қалаған. Тіпті бір сөзінде: кімде-кім азаншыны ести тұра ешқандай үзірі болмастан себепсіз жамағатқа бармаса, оның жалғыз болып оқыған намазы кәміл дәрежеде оқылған намаз ретінде қабыл болмайды деп қатаң ескерткен. Сонда сахабалардың бірі: «Уа Алланың елшісі, үзір деген не?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям қауіп қатер немесе сырқаттану деп жауап берген екен. Ендеше, қол аяғы бүтін, 12 мүшесі сау, соқыр да, сырқат та емес адам жамағат намазын қалайша тәрк етеді? Оның осынша орасан зор сауабынан сан соғып қалса, кейін қияметке өксіп өкінбесіне кім кепіл? Негізгі артықшылықтары: 5 уақыт намазды жамағатпен оқудың артықшылықтары негізі өте көп. Соның бір қатарына тоқталып өтейік. Алғашқы артықшылық сөз басында келген хадисте келтірілгеніміздей сауаптың 27 есеге еселенуі, одан кейін күнәларға кафарат болуы. Бұл туралы Әбу Хурайрадан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, егер кімде-кім үйінен дәрет алып шығып, мешітке қарай қадам басса, және Алла тағаланың бұйырған парыз амалдарын орындаса, яғни жамағатпен намаз оқыса, оның әр басқан қадамдарына күнәлары кешіріліп, сонымен қатар дәрежесі көтеріледі деген екен. Осыған мағыналай келген мына хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтады: сендерге Алла тағаланың күнәларды немен өшіріп, дәрежелерді немен көтеретінін айтайын ба? Суық күнде дәрет алып, ұзақ жерлерден жамағатқа келу және намазды оқығаннан кейін келесі уақыттың кіруін күту. Нағыз бауыр басу деген осы. Міне нағыз бауыр басу деген осы деп айтқан екен. Ал мына хадисте былай деп келтіріледі: қараңғы кезде мешітке барған жандарды сүйіншілеңдер, қиямет күні сондай бір жарқыраған нұрдың болатындығымен. Хабарды Бурайда жеткізген.
Осман ибн Аффан, Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, егер кімде-кім құптан намазын жамағатпен оқыса, сол түннің жартысын намаз оқып өткізгеніндей сауап алады. Ал егерде құптан намазы мен таң намазын жамағатпен оқыса, сол түннің барлығын намаз оқып өткізгеніндей сауап алады деп айтқанын естідім деген екен. Және бір артықшылығы, Алланың разылығына бөлеп саптағы орынға қарай сауаптың да көп болуы. Бұл турасында Убай ибн Қағып былай дейді: бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге имам болып таң намазын оқытты дейді. Пәленше намазға келді ме деп сұрады. Келмеді. Пәленше келді ме? Келмеді. Сондай пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, дәл осы екі намаз, құптан мен таң, мұнафықтар екі жүзділер үшін ең ауыр келетін намаз. Егер осы намаздарда қандай сауап бар екен білсеңдер, тізелеріңмен еңбектеп болса да жамағатқа келетін едіңдер. Бірінші қатар періштелердің қатарындай ол жерде тұрудың сауабы қандай екенін білетін болсаңдар, бір-бірлеріңмен жарысқа түсер едіңдер. Bir кісінің келесі бір кісімен бірге оқыған намазы жалғыз оқыған намазынан әлде қайда берекелі, әрі сауабы да мол болады. Оның екі кісімен оқыған намазы бір кісімен оқыған намазынан әлде қайда берекелі, әрі артық болады. Бірге оқығандардың сандары қаншалықты көп болса, Алла тағала да бұған соншалықты разы болды деген екен. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, тағы бір хадисінде, мұсылман кісі намаз оқу, зікір қылу ниетімен мешітке көбірек келетін болса, Алла тағала оның бұл әрекетіне бір отбасының өзге жұртта жүрген жақын туысының келгеніне қуанғандай қуанып, дән риза болады деу арқылы жамағат намазының абзалдығын алға тартқан. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, көптеген хадистерінде жамағатпен бірге болуға шақырған. Себебі көпшілікпен бірге болу пенденің иман қуаттылығына, әзәзілдің арбауына ермей, тура жолға нық тұруына, бауырластықты нығайтып, мол сауапқа ие болуына оң әсерін тигізеді. Мұны мына хадистерден байқауға болады. Жамағатпен бірге болыңдар. Қасқыр жалғыз қалған қойды жейді, немесе Әли ибн Омардан жеткен хадисте, көпшілік адам адасушылықта болмайды, жамағатпен бірге болыңдар, Алла тағаланың жамағатқа қамқорлығы болады деп келеді. Әбу Хурайрадан риуаят етілген хадисте бөлінбеу, бір болу жайында: расында Алла сендердің іштеріңде үш адамға разы болады: өзіне құлшылық қылғандарға, өзіне серік қоспағандарға және бөлінбегендерге делінеді. Алла баршамызды жамағатпен бірге намаз оқу сынды сауапты амалдарда ықыласты етіп, бөлінбеуімізді, өзінің разылығына бөленуімізді жазсын.